Ассалаумағалейкум. Украинадағы соғысқа қатысты видеоларда мен Путинді ақылды, айлакер деп айтқан кезде біраз көрермендер маған ренжіп қалғандай болды. Сен неге Путинді мақтайсың, соны түсінбедім деп кейбір адамдар пікір қалдырған екен. Қазір мен сіздерге неге өйтіп айтқанымды түсіндіріп беремін. Енді хейтерлерге алдын ала ескертіп қояйын. Орысқол, ресейшіл деген пікірлерді мен бірден өшіремін. Сондықтан егер менің сөзім сіздерге ұнамай жатса, мен ешкімді тыңдауға мәжбүрлемеймін. Соны алдын ала біліп қойыңыздар. Сонымен неге мен Путинді ақылды және айлакер деп айттым? Шынында да соғыстың алғашқы күндері Ресейдің қалай соғысып жатқанын көрген кезде ешқандай тактикасыз, ешқандай әскери жоспарсыз, ешқандай дайындықсыз Ресей әскері Украинаның ормандарында адасып жүріп, Украинаның дрондарына таланып жатқан кезде бәріміз көрдік, иә, соғыстың алғашқы күндері Ресейдің қалай соғысқанын. Украина Ресейдің әскерін атқылап, Ресейдің колонналарын бәрін жарып, өліктерін шашылып жатқанын бәрін көрдік. Соның бәрін көрген кезде Ресей түк соғыса алмайды. Путиннің ешқандай әскери қолбасшылық қабілеті, тәжірибесі жоқ. Ол нағыз ақымақ деген ой келеді. Шынында да сондай ой келеді. Бірақ мұның бәрінің бір сыры бар. Бәрі біз ойлағандай қарапайым емес. Егер Путин ақымақ болса, қалай ол 25 жыл билікте отыр? Әлемдегі ең үлкен елді, жер көлемі бойынша ең үлкен елді тырп еткізбей уысында ұстап отыр. Және Ресей ол бір ұлтты мемлекет емес. Ол жерде ұлты бөлек, діні бөлек, тілі бөлек, нәсілі бөлек қаншама халықтар тұрып жатыр. Қапқаз халықтары бар, түркі халықтары бар, олардың өздері мұсылман емес болып бөлінеді. Орал халықтары бар, Сібір халықтары бар, финно-угор тайпалары, славян халықтары, тағы да басқа. Солардың бәрін Путин бас көтертпей ұстап отыр. Мысалы, Қапқаз халықтары қызуғанды, еркіндікті жақсы көретін, қит етсе бас көтеріп шығатын біздің Жаңаөзен қазақтары сияқты. Шешендер 2 рет бас көтерді, 2 рет оларды басып тастады. Қазір шешендердің басшысы Қадыров Путиннің ең адал қызметкері. Енді татарларды алайық. Біз татарларды қулық жағынан еврейлерден де асып түседі деп бәріміз қалжыңдаймыз, иә. Шынында да Татарстан ол дамыған республика. Олардың тілі, мәдениеті бәрі сақталған. Олардың экономикасы дамыған. Татарстанда өндіріс жақсы дамыған. Ол жерде әскери өндіріс бар, тікұшақ өндіретін зауыттар бар. Ауыл шаруашылығы өте жақсы дамыған. Татарстан егер бөлек республика болса, ол өте бай мемлекет болар еді. Бірақ олар қазір бас көтере алмай отыр. Башқұрттар осының алдында бас көтеріп еді, оларды басып тастады. Саха республикасын алайық. Олар жері үлкен, табиғаты өте жақсы, әдемі, жері таза, табиғи ресурстар толып жатыр. Алтын десең алтыны бар, мұнай десең мұнай бар, асыл тастары бар. Және Саха халқының тілі сақталған, мәдениеті сақталған. Егер олар бөлек мемлекет болса, өте бай, шалқып өмір сүрер еді. Бірақ олар бюджеттің 90%-ын Мәскеуге жіберіп жатыр. Және оны басқару қиын ғой. Ол Мәскеуден бірнеше мың шақырым қашықта орналасқан. Соған қарамастан Путин оларды тырп еткізбей ұстап отыр. Осының бәрін көріп, біз қалай Путинді ақымақ дейміз? Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Және ол ғана емес қой. Ресейдің төңірегіндегі елдердің бәрін Путин өзіне бағындырып алды. Беларусияны бәріңіз білесіздер. Қазақстанды бәріңіз білесіздер. Қырғызстан, Тәжікстан Ресеймен ортақ шекарасы болмаса да, Қазақстаннан бетер ресейшіл мемлекеттер. Ресейге олар бізден де бетер қатты бағынады. Олар 100% Ресейге тәуелді. Сонау 91 жылдан бері олар Ресейге қарсы бас көтерген емес. Одан басқа Өзбекстан қазір Ресейден бөлек саясат жүргізгісі келсе де, ашық қарсылық білдіре алмай жатыр. Ресей бәрібір Өзбекстанды жібергісі келмей жатыр. Гүржістан қазір ресейшіл мен ресейшіл емес билік бір-біріне қарсы күресіп жатыр. Яғни Гүржістанда да Ресейдің ықпалы әлі күшті деген сөз. Молдовада да солай. Ортақ шекарасы болмаса да, Молдованың өзінде қазір ресейшілдер билікке қарсы күресіп жатыр. Осындай мысалдар көп. Яғни Ресейдің ықпалы өзінің төңірегіндегі елдердің бәріне жүріп жатыр. Қазір бұрынғы Кеңес одағының құрамында болған елдерден Прибалтиканы есептемегенде тек Әзербайжан ғана Ресейге бағынбай ашық қарсылық білдіре алады. Одан басқалардың бәрі Ресейге не тәуелді, не түгелдей бағынады. Ешкім ашық қарсылық білдіре алмайды. Енді өздеріңіз айтыңыздаршы, ақымақ адам осының бәрін істей ала ма? Және Қазақстанда 30 жыл бойы диктатура орнатқан, әбден терең тамыр жайған, бүкіл Қазақстанды өз меншігіне иеленген, сондай өте күшті диктатура орнатқан жүйені түп тамырмен жұлып тастап, оның орнына осыған дейін ондаған жыл бойы дайындап келген адамын қою, ол енді ақымақ адамның ісі емес қой. Оның бәрін жүзеге асыру үшін ақыл керек. Ондаған жыл бойы өз адамын дайындап келді. Содан кейін қолайлы сәтте Назарбаевтың жүйесін түгелдей түп тамырмен жұлып тастады да өз адамын қойды. Ақымақ адам ондай нәрсені істей алмайды. Осының бәрін алдын ала жоспарлап, бәрін өте сондай
дәлдікпен есептеп осылай бәрін жүзеге асыру деген ол оңай нәрсе емес қой. Және қазір Ресейдің ықпалы бүкіл әлемге жайылып кетті. Өйткені қазір Ресейдің пропагандасы күшейді. Осыдан 20 жыл бұрын Ресей пропагандасы мүлдем болмаған. Оларда пропаганда тек ішкі нарықта ғана болған, орыс тілінде. Оның өзі өте әлсіз болған. Қазіргідей оларда Соловьевтар болмаған. Ал қазір Ресейдің пропагандасы орыс тілінде ғана емес, ағылшын тілінде жоғары деңгейге көтерілді. Қазіргі Ресей пропагандасы мен 20 жыл бұрынғы пропаганданың айырмашылығы жер мен көктей. Және қазір Ресейде Яндекс іздеу жүйесі бар. Ол мүмкіндіктері жағынан Гуглдан асып түседі. Сіздер маған күлетін шығарсыздар, бірақ бұл шындық. Гуглда қазір шектеулер өте көп. Кейбір тақырыптардан Гуглдан шындықты таба алмайсың. Олар көптеген ақпаратты жасырады. Яндекстен оның бәрін табуға болады. Және саясат туралы іздеген кезде Яндекстен бірінші бетте ылғи Ресейдің сайттары шығады. Ағылшын тілінде. Ағылшын тілінде ақпарат іздеген кезде Ресейдің сайттары шығады. Ресейдің медиа ресурстары шығады. ТАСС, Russia Today, Спутник Глоб, тағы басқа, мен қазір аттарын ұмытып қалдым. Сондай 10 шақты Ресейдің ағылшын тілді медиа ресурстары бар. Соның бәрі Яндексте іздеген кезде бәрі бірінші бетте шығады. Әрине Ресейдің медиа ресурстар болғасын, ол жақта қайткенде де ресейшіл пікірлер басым болады. Сонда ағылшын тілінде ақпарат іздейтін адамдардың бәрі біледі. Американың ресурстарына сенуге болмайтын. Ол жақта пропаганда өте күшті екен, бәрі түсінеді. Сондықтан пропагандаға алданғысы келмейтін адамдар Гуглдан емес, Яндекстен іздеген кезде Ресейдің медиа ресурстарына тап болады. Содан кейін олар оның бәрін шындық деп ойлайды. Өйткені олар түсінбейді, Ресейде де пропаганда бар екенін түсінбейді. Сөйтіп соған алданып қалады. Ресейдің пікірін олар шындық деп қабылдайды. Осылай Ресей қазір өзінің ықпалын бүкіл әлемге кеңейтіп жатыр. Ал осыдан 20 жыл бұрын ондай мүлдем болмаған. Осының бәрін жүзеге асыру үшін үлкен ақыл керек қой. Ақымақ адам соның бәрін істей ала ма? Және Путинге қарсы қаншама арандатулар болды, қаншама толқулар болды. Ресейде қаншама адамдар бас көтерді. Мәскеудің өзінде 100 мың адам көшеге шықты. Бәрін басып тастады. Путинге қарсы қаншама өлтіру әрекеттері болды. Бәрінен аман қалды. Және ол өз денсаулығын өте жақсы күтетін адам. Мен осыдан бір 10 шақты жыл бұрын Путин туралы бір деректі фильм көргем. Ол күн сайын таңертең бассейнде бірнеше шақырым жүзіп өтеді. Содан кейін өзі дайындаған коктейль ішеді. Ақымақ адам соның бәрін істемейді ғой. Оның бәрін істеу үшін адамда ақыл болу керек. Және сөз сөйлеген кезде әртүрлі конференцияларда, әртүрлі пресс-конференция, бір отырыстар болған кезде батыс әлемі оған қарсы ең күшті, ең сондай жыртқыш, қасқыр журналистерді жібереді. Оған қарсы әдейі арандату жасау үшін. Ол бәрінің ауыздарын жауып тастайды. Күліп, қалжыңдап, ауыздарын жауып тастайды бәрін. Ешкім оған қарсы аргумент келтіре алмайды. 17 агентств по разведке США делали вывод о том, что Россия вмешивалась в выборы США. А вы читали эти отчеты? Я публичную общественную версию, которая не засекречена, читала. Публичную общественную версию? То есть никакую? Я читал эти отчеты. Даже в этих отчетах нет ничего конкретного. Там только предположения и выводы на основе предположений. Все. Знаете, если что-то конкретно, если конкретно, тогда будет предмет обсуждения. Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили, адреса, явки, фамилии, давайте, где это все? Және осыдан бірнеше ай бұрын Такер Карлсон Путиннен интервью алып еді ғой. Оны Путин әдейі ұйымдастырды. Ол интервью берген кезде Карлсонға әдейі сен маған қазір уақыт бер, менің сөзімді бөлме деп айтты. Содан кейін шамамен 40 минуттай тарих туралы айтты. Ал Путиннің қандай тарих айтатынын біз бәріміз білеміз. Ол өзінің бұрмаланған тарихын айтты. Ал ол интервьюді бүкіл әлемде жүздеген миллион адам қарады. Оның бәрі ағылшын тіліне аударылды. Енді бүкіл ағылшын тілді қоғам, бүкіл әлем сол тарихты шындық деп қабылдайды. Сондықтан көптеген адамдар Украинаға қарсы соғыста Ресейді жақтайды. Өйткені Ресейдің істегені дұрыс деп ойлайды. Осының бәрін Путин жақсылап, ойластырып, жоспарлап істеген. Ақымақ адам оның бәрін істей алмайды. Және тағы бір қызық нәрсе айтайын. Мені күлдіретін бір нәрсе бар. Комментарийде көптеген көрермендер маған сен Ресей пропагандасының той балансың деп айтады. Ондай айыпты маған көп адам айтып жатыр да, жүздеген адам сөйтіп жазған шығар маған. Егер менің айтып жатқан сөздерім бәрі Ресей пропагандасы болса, ал сіздер менің видеоларымды қараған кезде байқайтын шығарсыздар. Мен көптеген фактілерге скриншоттар келтіремін. Скриншот қойған кезде қандай дерек көздерінен аламын? Негізінен батыстың, Американың, Еуропаның газеттерінен аламын. CNN, Guardian, New York Times, Al Jazeera, Kyiv Independent деген бар, Украинаның газеті бар, The Sun деген газет бар, Deutsche Welle бар, Reuters бар. Яғни Еуропаның, Американың газеттері. Сонда соның бәрі Ресей пропагандасы ма? Соны маған айтыңыздаршы. Мен сіздерге скриншоттардың бәрін келтіремін, бажырайтып тұрып көрсетемін. Бірақ соған қарамастан сіздер маған Ресей пропагандасының той болғансың деп айтасыздар. Егер сонда сол әлемдегі ең ірі медиа ресурстардың бәрі Ресей пропагандасы болса, демек
онда ресейдің ықпалы бүкіл әлемге жүріп жатыр деген сөз ғой. Онда әрбір редакцияда ресейдің адамдары отыр деген сөз ғой. CNN-де, BBC-де, Guardian-да, Нью-Йорк Таймста бүкіл жерде ресейдің журналистері мен редакторлары отыр деген сөз. Онда Ресей бүкіл әлемді басқарып отыр деген сөз ғой. Бұл сөздің бәрі сіздердің өздеріңіздің пікірлеріңізге қарама-қайшы келеді. Өйткені сіздер өздеріңіз айтасыздар ғой, Ресей соғыста жеңіліп жатыр, Путин ақымақ, ол соғыс алмайды, Ресей ертең Украинадан жеңіледі, бытырап кетеді, мемлекет ретінде жойылады деп өздеріңіз айтып жүрсіздер ғой. Ал бірақ бүкіл батыстың медиа ресурстары сіздер Ресей пропагандасы дейсіздер. Бұл сөз бір-біріне қарама-қайшы келіп тұр да. Егер Ресей сондай әлсіз мемлекет болса, қалай ол бүкіл әлемге солай ықпал етіп жатыр? Мұнда ешқандай қисын жоқ. Сондықтан Ресей пропагандасына тойып алғансың деген әңгімені жазбай қойыңыздар. Енді егер Путин шынында да ақылды болса, ал оның ақылды екенін мен сіздерге қазір дәлелдеп отырмын фактілермен. Егер ол шынында да ақылды болса, онда әрине заңды сұрақ. Олай болса, неге Ресей дұрыстап соғысып жатқан жоқ? Ал бұл келесі видеоның тақырыбы. Арнаға жазыламыз, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарыңызға рахмет.